Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен осындай ерекше дәмді апельсинді пирог жасайтын боламыз. Дастарханыңыздың көркін ашатын және де келген қонақтарыңыз жасалу жолын сұрайтын және де жасалу жолы өте оңай пирогты жасап көреміз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыз. Барлығын толығымен айтатын боламын және де описаниясына әдеттегідей құрамын жазып кететін боламын. Ендеше пирогымызды бастаймыз. Ең алдымен бір жұмыртқамызға жарты пиала шекерімізді салып, шекері толығымен ерігенше араластырып, бір шетке қойып қоятын боламыз. Және де бір кесе толы ұнымызды жақсылап еліктен өткізіп алатын боламыз. Осылай таразы жоқ болса, мен сіздерге осылай өлшемдермен айтатын боламын. Және де бір қорапша майымыздың жартысын бөліп алып, мұздатқышта тұрған майымызды ұнымыздың үстіне салып, осындай үккіштен өткізетін боламыз. Үккіштен өткізген майымызды бір-біріне қайтадан бірігіп қалмас үшін онымен осындай араластырып тұру керек. Бізде песочный қамыр шығу керек. Майымызды толығымен үккіштен өткізіп болғаннан кейін бізде осындай қамыр шығады және де қолымызбен тағы да майы бір-біріне жабысып қалмас үшін қолымызбен үгітіп жіберетін боламыз. Осы қамырымызға енді жұмыртқалы қоспамызды құйып, орташа жұмсақтықта қамыр иіліп шығаратын боламыз. Жұмыртқалы қоспамызбен ұнымыз бір келкі масса болғанға дейін осылай қолымызбен жақсылап араластыратын боламыз және де мұз болып тұрған майымыз қолдың температурасынан еріп, осындай қолымызбен қысып, қамыр болғанға дейін жақсылап қысатын боламыз, қамыр жасап шығаратын боламыз. Бастапқыда қамырымыз өте қатты болып тұрады. Біз оны 5-10 минуттай шамасында әбден июі қанғанша, жұмсарғанша илейтін боламыз. Және де әбден жұмсарған қамырымызды екі бөлікке бөліп алатын боламыз. Кішігірек бөлігін мұздатқышқа алып, салып қоямыз. Кейін бізге ол керек болады. Екінші бөлігін, үлкендеу бөлігін формамызға жақсылап төсейтін боламыз. Формамыздың диаметрі шамамен 22-24 см болу керек. Одан үлкендеу форма болатын болса, қамырыңызды 2 есе көлемде илеу керек. Және де қамырымызды формамызға осындай әдемі, бір келкі, тегіс болып төселгенше осылай қолымызбен жақсылап жылжытып бір-біріне жасайтын боламыз. Және де асты бір келкі түзу болу үшін стаканның немесе бокалдың көмегімен үстінен басып жіберсеңіз болады. Формасы дайын болған қамырымызды шамамен жарты сағатқа тоңазытқышқа қалдыратын боламыз. Оған дейін салмасын дайындайтын боламыз. Пирогымыздың салмасына бізге 2 дана апельсин қажет болады және де апельсиннің қабығы қажет болады. Осылай үккіштен апельсиннің сарғыш жерін ғана үккіштен өткізіп алатын боламыз. Ақ жерін үккіштен өткізудің қажеті жоқ. Апельсиннің қабығын үккіштен өткізіп болғаннан кейін осындай бөлек металды ыдысқа салып қоятын боламыз. Апельсиннің шырынынан қарағанда қабығында пайдасы көп және де витамині көп деп айтады. Енді апельсиніміздің қабығын ашатын боламыз. Ақ жері бұл бізге мүлдем қажет емес, ешқандай пайдасы жоқ. Қабығын осында пышақпен және де қолмен болса қолмен аршып тастайтын боламыз. Әбден қабығын ашып болғаннан кейін осы апельсинімізді кішкене бөлшектерге бөліп алатын боламыз. Және де егер сізде блендер болса, блендермен, болмаса картоп езгішпен немесе ситамен осы апельсиніміздің шырынын шығаратын боламыз. Шырынын шығарған кезде осы майда бөлшектері де бізге қажет болады. Апельсинімізді блендермен өткізіп болғаннан кейін жаңағы апельсиннің үккіштен өткізілген қабығына үстіне құятын боламыз. Және де бір пиала шамасында 100 грамм шекерімізді салып, және де 2 ас қасық жүгері крахмалын қосып жақсылап араластыратын боламыз. Апельсинді массамыз бір келкі түйіршіксіз болғанға дейін жақсылап араластырамыз және де ыдысымызды газға қойып, тоқтаусыз араластырып отырып, шамамен 2-3 минут қоюланғанша осындай масса болғанға дейін қайнататын боламыз.
Дайын болған пирогымыздың салмасын шамамен 5 минуттай суытып, содан соң пирогымыздың үстіне, осындай қамырымыздың үстіне салып, және де қасықтың көмегімен тегістейтін боламыз. Әбден тегістеп болғаннан кейін қамырымыздың екінші бөлігін мұздатқыштан алып, үккіштен осы пирогымыздың үстіне өткізетін боламыз. Қатып тұрған қамырымызды үккіштен жақсылап өткізіп болғаннан кейін қолымызбен осылай бір тегіс болғанша қолымызбен тегістеп жіберетін боламыз. Және де 180 градуста қызып тұрған духовкамызға шамамен 25-30 минутқа қойып, пирогымызды пісіріп алатын боламыз. Өзіңіздің духовкаңызға байланысты осындай әдемі сарғыш түс болғанға дейін пісіріп алатын боламыз. Және де әбден суыған пирогтан формамызды әдемілеп, осылай ақырындап шешетін боламыз. Пирогты өз қалауыңыз бойынша еріген шоколадпен немесе қант ұнтағымен осылай сеуіп қойсаңыз болады. Мен қант ұнтағымен сеуіп қойдым. Ештеңемен әсемдемесеңіз де пирог өздігінен өте дәмді шығады. Үй жағдайында өте дәмді, жасалу жолы өте оңай, бір жасағаннан шығатын өте дәмді пирогты қонақ келгенде және де қонаққа барғанда апарсаңыз, барған жерде өте осы пирогқа таң қалатын болады. Және де өте дәмді, керемет, ерекше пирогқа сізге алғысын айтатынына сенімдімін. Бұл пирогқа апельсин өте ерекше дәм беріп тұр. Аз ғана қышқылтым дәмі бар, сондай-ақ өте дәмді, ортасы сондай жұмсақ, сырты қытырлақ, осындай әдемі ерекше бізде пирог шықты. Және де өз қалауларыңызша бұл пирогтың салмасына басқа да салмасын дайындасаңыз болады. Мысалы, таңқурайдан немесе мандариннен, құлпынайдан осындай қолдан джем жасасаңыз болады. Немесе дүкеннен қарапайым джем, немесе тосап салып осындай пирог жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Және де каналдың арқарай өсуіне, дамуына өз үлестеріңізді қосып, осы каналға тіркеліп, лайк басып, және де осы видеомен достарыңызбен бөлісіп кетуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.